Мен қазір ғана сол автобустардың жанынан келдім. Біраз автобустарда табелиш ілінбеген. Жандағы мінетін пассажирлер қандай автобус екенін білмей шауып жүр. Қай автобус бұл енді? 619-08 регион екен. Енді мейлі, ол мейлі. Мұна автобустардың барлығына түгеліне неге камера қойылмайды? Автобуста 8-ші автобуста бар, 9-ші автобуста бар, қалған автобустардың барлығында камера жоқ. Сол камераның жоқтығын пайдаланып, сізді мен таспаға түсіріп тұрмын, жігіт. Түсіріп тұрмын, отырыңыз. Ескертіп отырмын ғой, ескертіп түсіріп отырмын ғой. Бағана да ескерттім, қазір де ескерттім. Ал енді сол автобустардың ішіне түгелінен камера қойылмаса, бұндай ақша тауып, бұндай табыс көзіне еге болып атқандар жағы үйреніп, шоферлардың үйіне алып кететін ақшасын жол жөнекей жырымдап ап қалып жатыр. Алаяқ қатындар жағы топтасып алған, алдында тормоз милициясы да бар, бәрі де бар. Солар жағы автобусниктердің, автобус жүргізушілердің ақшаларын бәрін солар ап қойып жатыр. Қашан автобустың ішіне бүткіл жаппай камера қойылады? Осыған жауап берсеңізші. Тараз қаласы. Тараз қаласы, иә, дұрыс. Аты жөніңізді айта кетіңіз. Қазір соңғы келіп жатқан жаңа автобустардың барлығында бар. Бізде қазір барлық тасымалдаушылар нұсқама берілген камера орнату. Камераны ол бюджет есебінен қойылмайды. Тасымалдаушы мекеменің жеке қаражат есебінен қойылады. Сонда шоферлар құру керек пе, жоқ автопарк құру керек пе? Тасымалдаушы мекеменің тарапынан қойылады. Аты жөніңізді айта кетсеңізші. Сапар Нұрлан Сабыров. Сектор меңгерушісі. Сіз енді сояқтарға бұйрық берсе болмай ма? Әрбір басшыларына. Біздің тарапымыздан нұсқаманың барлығы бар, берілген, орнату туралы. Енді қаржылық тапшылығына байланысты. Қалайша қаржылық тапшылық болады? Әр автобус соншалықты ақша өткізіп отырса, оларға қандай тапшы болып тұр оларға? Тек қана қалтаға сала беруді білгеннен гөрі, соған камера қойып қойып неге білмей жатыр деймін. Түсінбегеннен кейін оны айтудың қажеті жоқ. Мен неге түсінбей тұрмын? Сол жерде мен бәрін түсініп тұрмын. Сіз түсінгіңіз келмей тұр да, бұл жерде. Түсініп тұрып түсінгіңіз келмей тұр. Сіздің сұрауыңыз тағы да назарға алынды. Біз мекеме барлығына біз камера орнату бойынша нұсқама беріп қойғанбыз. Қосымша тағы беріледі. Енді ол камера орнату біздің тұрақты бақылауда. Камера орнату біріншіден біз үшін емес. Тасымалдаушы мекемелер жаңа өзіңіз айтқандай бірінші кезеңде өздерінің қауіпсіздігі. Жаңағыдай ДТП болған жағдайда сіз айтып жатқандай подставной оқиғалар болсын, енді ол подставной емес, мен оны сізге айта алмаймын. Себебі менің көзім жеткен жоқ. Сондай жағдайлар болсын, қандай жағдайда болсын, кез келген жағдайда ол өздерінің бірінші кезекте камера деген нәрсе, бейне бақылау жүйесі ол өздері үшін. Оны барлығы біледі. Енді бәрін 100%-ға қоюға әрекет қыласыздар, иә? Болды, онда. Сау болыңыз.